Саба шерифіңіз хайырлы олсын, мартның екісі жұма күні заман яңа хаберлерінен танышытмеге әзір, студияда Мавиле Мұхтарова чылышам. 2014 сенесінің әдесе вақияларының хатырламаға девамы теміз. Мартның екісінде сақты референдумға қадар 2 хafta қалғаныды. Бетіні қапатып селе алған кімлігі белі олмаған инсанлар Украина арби бөліклеріні запт ете. Президентінің Қырым темсілжісі Сергей Куницын Ақмешжеттен қачмаға тырыша. Украина арби деңіз құветлерінің команданы Денис Березовский есе хайынлік япып ішғалжелерінің тарафыны тұта. 4 елы велсі бұл күн насылыды левхамызда көстерілі. Я, Березовский Денис Валентинович, присягаю на верность жителям Автономной Республики Крым, города-героя Севастополя. Клянусь строго выполнять приказы Верховного Главнокомандующего. Февраль 26 давасының отырышы бір саттан Ақмешжетінің Меркези район махкемесінде башламалы. Февральның 27-сінде олған махкемеге адвокатлардан бірі башқа давада мешғұр олғаны үшін келіп оламағаны да. Мустафа Дегерменжі, Али Асанов, Арсен Юнусов, Искендер Кантемиров ve Искендер Эмирвалиев 2014 сенесі февральның 26-сында Қырым парламентінің бинасы огынде қалабалықларды іштірак етмесінде қабатлана. О күні 10 дензеде Қырым татары митинге шығып Украина топрақ бүтінлігіне қол тұтқаны да. Завтра на процессе по так называемому делу 26 февраля состоится, прокурор продолжит оглашать материалы уголовного дела, которые он не смог огласить по непонятным причинам. И я думаю, после этого, если у стороны защиты не будет никаких больше ходатайств, мы перейдем уже к прениям. Ақмешжетінің işğalci mahkemesinde Бақчысарайлы терроризм давасы бақылacaq. Prokurorlar қабатланғанлар ve оларының имайежілеріне дава малюматларына öğrenmek için берілген вақытны қысқартacaq ola.
Давам обюслері Ремзи Меметов, Инвер Мамутов, Рустем Абельтаров, Визевре Апсиидов 2 елдан берлі СИЗОда тұтыла. Уларны Хизбут Тахрир тешкілятында иштирак етмесінде қабатлайлар адвокат Весой сопларының тахменлеріне көре ФСБ яқаланған қарымлыларына тез-тез Ростов-на-Дону шайырыне ауыштырмаға істей. Сотрудникам ФСБ хочется уже пораньше закончить это все дело, а именно рассмотрение материалов, то они хотят ограничить это время. По случаю еще не было, чтобы были подобные суды именно по ограничению времени изучения. В апреле месяце подходит срок, вот, последнее избрание меры пресечения. Это последний суд, который будет проходить здесь, и их будут, скорее всего, уже отправлять в Ростов. Шымдылек бұл соңғы хабарымызды эфирна саба яйыны девам ете жібаңыз. Мұбарек олсын, көрішкенше.